Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 73 сабақ түбір мен қосымша тақырыбы. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басыңдар. Бүгінгі сабақта сендер түбір мен қосымшаны ажыратуды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды үйренетін боласыңдар. 36-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап, футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін балдырған журналынан алынды. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші, компьютер інісінің өміріне қалай әсер етті? Екінші, мәселені қалай шешті? Үшінші, компьютерге тәуелділік зиян ба, пайдалы ма? Төртінші, футбол командасын не үшін құрды? Деген сияқты сұрақтар құрастырып бір-біріңе қойсаңдар болады. Келесі, мәтінге ат қой. Балалар, мәтінге пайдалы ойын деп тақырып қойсақ болады. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Балалар, компьютердің пайдасы: қажетті кезде пайдаланып, қажетті материалымызды табуға және жазуға пайдалансақ болады. Ал компьютердің зияны: үнемі компьютерда отырып ойын ойнау біздің денсаулығымызға, көзімізге өте зиянды. 37-ші жаттығу: суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Шанамен сырғана, парашютпен секір, суға шомыл, доппен ойна. Осылай қосымшасын жалғап, сөздерді байланыстырып, дәптерімізге жазып аламыз. 38-ші жаттығу: жаңылтпашты жадқа жаз. Дойбышыны дойбышы ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Балдырған журналынан алынған. Балалар, жаңылтпашты жаттап, дәптерімізге жадқа жазып аламыз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Дойбышыны түбірі дойбы, шыны қосымша. Келесі сөз: дойбышы, түбірі дойбы, ал шы қосымшасы. Осылай түбір мен қосымшаға ажыратамыз. Келесі 39-шы жаттығу: шығармашылық үзіліс. Ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Мағжан 1-ші орын, Талғат 2-ші орын, ал Әнуар 3-ші орын алды. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.